Армысыздар, құрметті қазақ елі, Алаш Арландар қозғалысынан Ермек Албан. Құрметті қазақ елі, 9 сәуір мемлекеттік тіл деп жариялап жатыр. Өте жағымды, жақсы жаңалық. Мына жаратқан ием Алла тағала бүткіл ұлттарды, елдерді жаратып, әрқайсысына өз тілін берді. Сол ұлы қазақ халқына өзіміздің ана тіліміз, қазақ тілімізді беріп, ең әлемдегі ең бай тілдердің бірі қазақ тілі. 2,5 миллион сөз бар қазақ тілінде. Қазақша сөйлеген адам ол рухы қазақ болады, жаны қазақ болады. Ел үшін жан ашиды. Енді мына бізді мына Совет өкіметі, орыс билігі болды. Көптеген бауырларымыз орысша сөйлейді қазіргі күні. Қанша 30 жыл тәуелсіздік алсақ та, қазіргі күнге шейін орысша сөйлеп отыр. Көптеген бауырларымыз. Айтады ғой, құл ғана иесінің тілінде сөйлейді дейді. Біз құл емеспіз, құрметті бауырлар. Ауылдан келген бауырларыма, інілері, қарындастарыма айтарым. Орысша сөйлеп, сіздер бедел жинамайсыздар. Ол заман өтті. Ана тілінде, қазақ тілінде сөйлеген ұл қыздар, олар әрқашанда беделді болады, бедел биік болады. 5 қазақ тұрып бір орыс келсе, орысша чүлдірлеп сөйледі, қояйық, доғырайық. Өз елімізде, өз жерімізде иесі, қазақ жерінің иесі ол қазақ. Сол үшін әр қазақ ана тілін сүю керек. Ана тілін қастерлеу керек. Бір-бірімізбен өз ана тілімізде қазақша сөйлейік, бауырлар. Өте қуанышты, жағымды жаңалық. Осындай жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Басқа тұрып отқан, біздің мемлекетте тұрып отқан қалған 130 ұлтқа айтарым. Елді, жерді сыйласаңыздар, осы қазақ жерін сыйласаңыздар, қазақша сөйлеңіздер. Ана тілімізді қастерлейік, бауырлар.